Құрметті көрермендер, біз бүгін Шымкент қаласының номер 6 емханасына келіп, олардың коронавирустық инфекциямен қалай күресіп жатқаны туралы сіздерге ақпарат беретін боламыз. Менің алдымда қазір осы 6 емхананың бас дәрігерінің міндетін атқарушы, уақытша міндетін атқарушы Гүлмира Салбекқызы. Өзіңіз осы қазіргі жағдайда жұмыс барысы қалай болып жатыр? Сол туралы толық айта кетсеңіз. Жалпы дәрігерлердің барлығы толық коронавирусқа дайын деп айта аламыз. Барлығы да бір типті қорғанышты киімдермен қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда дәрігерлер осы коронавирус инфекцияға сәйкес байқасаңыз, бір үлкен соғыс сияқты болды. Яғни өзіңіздің емханаңыздағы сарбаз дәрігерлерді көрсетсеңіз, қалай күресіп жатыр, олардың жұмыс барысы қалай болып жатыр? Гүлмира Мамырбекқызы, қазір біз білетін әр емханада арнайы мобильный группа құрылған. Сол бойынша халыққа барынша түсінікті жеткізсеңіз. Бізде емханада халыққа осы коронавирусты инфекцияның алдын алу мақсатында және көмек көрсету мақсатында 14 ұтқыр бригадалар құрылған. 14 ұтқыр бригадалар жедел респираторлық вирусты инфекция қаупі бар, дене қызуы жоғары және коронавирусты инфекцияның симптомсыз түріндегі науқастарға үйде көмек көрсетуге бағытталған. Сіз қазір үй жағдайындағы көмекті айтып жатсыз, провизор 72 мың населенияға халыққа сіздерде 14 группа бар, дайын 14 мобильный группа бар. Енді сіз яғни симптомсыз түрінде, симптомсыз түрінде үй жағдайында қаралады 14 күн көлемі бойында. Ол кезде дәрігерлер не істейді? Симптомсыз түрінде науқастар анықталған жағдайда бірінші кезекте дистанционды көмек, яғни консультация жасалынады. Күнделікті таңертең дәрігер және түстен кейінгі уақытта аймақтық мейірбике қоңырау шақыру арқылы науқасқа жалпы жағдайын біліп анықтап отырады. Және 3 күнде бір рет видео консультация арқылы науқаспен хабарласып, дәрігер кеңесін беріп отырады. Және де әр науқасқа, если коронавирусты инфекцияның симптомсыз түрі анықталған жағдайда 14 күн үй оқшаулауына алынуы байланысты науқасқа чек-лист, өзін-өзі бағалайтын чек-лист беріледі. Яғни ол жерде дене қызуы бар ма, жоқ па, жөтел бар ма, іш өту бар ма, көкірек тұсының ауырсынуы бар ма сияқты шағымдар көрсетілген арнайы чек-лист болады. Соған күнделікті науқас өзінің шағымдарын бар жоғын белгілеп отырады. Дене қызуын өлшеп, сол жерге белгілеп отырады. Егер қандай да бір шағымдар пайда болып, өзінің жалпы жағдайының нашарлауын, дене қызуын көтерілуі, асқынуларын бар болған жағдайда міндетті түрде аймақтық дәрігеріне және де жедел жәрдем бөліміне хабарласып, және шағымдарын айтуы керек. Және өзінің коронавирустық инфекцияның оң шыққан туралы және өзінің үй оқшаулауында отырған туралы хабардар ету керек. Біз бәрімізге белгілі коронавирусты инфекцияның симптомды түрлері бар. Симптомды түрінің өзі жеңіл, орташа, ауыр, өте ауыр дәрежеге бөлінеді. Соның ішінде әріптесім сізге қояр сұрағым, науқас өзінің симптомсыз екенін қайдан біледі? Науқас симптомсыз деген өзі түсінікті, ол яғни науқаста ешқандай симптом болмайды. Ол науқас өзінің ауру ПЦР-ның оң болатынын ол білмеуі де мүмкін. Қазіргі таңда мысалы диспансерлік есепте тұратын науқастар жоспарлы ем алуға ПЦР тапсырылады коронавирусты инфекцияға. Кейбір науқастар сол кездерде де анықталып жатыр. Ол жәндегі эпидемиологиялық қазіргі жағдайға байланысты біз ары қарай уже тексеру, сұрастыру жүргіземіз. Егер оң болған жағдайда, симптомсыз, ешқандай шағым болмаған жағдайда, онда қаулыға сәйкес үй оқшаулауына алынады. Түсінікті, рахмет. Егер науқастың дене температурасы жоғарылап, емханаға келіп қалған жағдайда сіздер не істейсіздер? Халыққа айтып түсіндіріп кететін жайт, дене қызуының көтерілуі ол коронавирусты инфекцияның бір симптомдарының бірі болып табылады.
Сондықтан халық егер дене қызуы жоғарылап, сондай да бір белгілер пайда болып жатқан жағдайда міндетті түрде өзінің дәрігеріне немесе емхананың тіркеу бөлімінің хабарласып телефонына өзінің осындай шағымдарын айта білу керек. Және де егер 39 температурадан жоғары болып жатқан жағдайда ол кісілер міндетті түрде жедел жәрдем бөлімін шақыру керек. Айтып кететін жайт, егер бізге емханаға келіп қалған жағдайда бізде науқастар, барлық науқастар дезинфекциялау туннель арқылы өтеді. Осы жерде бізде А корпусы, Б корпусы бар. Екі корпуста дене қызуы жоғары науқастарды анықтауға, оны алдын алуға екі сұрыптау бекеті орналасқан. Бұл сұрыптау бекетінде науқастар келген кезде міндетті түрде дене қызуын бесконтактный термометр арқылы дене қызуы өлшенеді. Антисептикалық ерітіндімен қолдар жуылады. Мұнда барлық науқас тіркеу жүргізіледі. Егер дене қызуы жоғары науқасты анықтаған жағдайда осы мұнда тұрған қызметкер науқасты сыртқа алып шығып, Ішке кіргізбей сыртқа алып шығып? Ішке кіргізбейді. Өйткені бұл жер таза аймақ болып саналады. Яғни дене қызуының жоғарылауы қауіпті белгілердің болуына байланысты инфекциялық аурулардың басқа науқастарға жұғу қаупінің жоғары болуына байланысты ол кісіні оқшаулау үшін сыртқа оқшаулау бөлмесіне алып шығады. Оқшаулау бөлмесіне мұнда сыртта орналасқан. Оқшаулау бөлмесінде бізде медицина қызметкер арнайы отырады. Фильтр кабинетінің жауапты мейірбикесі. Ол мейірбике науқасты бірінші толық қарайды, дене қызуын өлшейді. Ол жерде пульсоксиметр мен сатурациясын өлшейді, эпид анамнезін жинайды, барлық тексерулерден өткізіп, рация арқылы жауапты фильтрге жауапты дәрігерді шақырады. Фильтрге жауапты дәрігер келіп, науқасты толықтай тексеруден жүргізеді. Сонымен қатар, егер алгоритмға сәйкес науқас жеңіл дәрежедегі деп анықталған болған жағдайда, оның өзінің көрсеткіштері бар, температурасы, тыныс жиілігі, сатурациясы жеңіл дәрежеге сәйкес келетін болса, онда бірден осы жерде ПЦР-ға анализ алынады барлық науқастарда дене қызуы жоғары. Жеңіл дәрежесі болды деп есептелген жағдайда ары қарай рентген кабинетке тексеруге көрсеткішке сәйкес жолданады. Егер науқасқа рентгенге қажеттілігі жоқ болатын болса, онда осы жерден фильтр кабинетінен барлық ұсынымдарды жазып дәрігер ол кісілерді үйге қайтарады және де аймақтық дәрігеріне актив передавать етеді ары қарай күнделікті бақылауға алу үшін. Саламатсыздар, жұмыстарыңыз қалай болып жатыр? Саламатсыздар. Жұмысымыз күнделікті дайындалып, күнделікті пациенттерді қабылдап жатырмыз. Күніне 2-3 пациенттен келіп жатыр қазіргі күнде. Шағымдары бәрінікі дене қызуы 38-39-ға дейін көтерілу және жөтел, әлсіздік. Науқастарды қабылдап жатқан кезінде біз қай жағдайда келіп жатыр, орта дәреже, жеңіл дәреже соған қарап науқастарды сортировка дейміз ғой, бөліп арнайы ем қабылдауды ұсынамыз. Жалпы карантин кезінде жұмыс қандай болды? Осы бірінші толқынында жұмыс қалай болды? Науқастар саны күнделікті қанша келетін еді? Бірінші толқында күнделікті 10-13 науқас болса, қазіргі кезде күніне 2-3 адам келеді. Жағдайлар бұрынғыға қарағанда қазіргі келген науқастарда более-менее сәл жақсылауда. Вспышка кезіндегідей емес, иә. Сол аурудың өршіп тұрған кезінде сол 16-17 адам келеді деп жатсыз ғой. Солардың қанша бөлігі ауыр болатын дәрежесі? 3-4 адам, иногда больше даже. Жұмыс істеушілерге қаншалықты қиын болды? Емханадан кейін жұмыс істеп үйге бару қалай болды? Енді бірінші орында, конечно, жұмысты қоямыз, халықтың денсаулығын қоямыз. Как и в войне, жұмыста бірінші орында боламыз. Не тяжело. Қиын болмады. Қиын болған жоқ. Негізінде науқастардың көбісі ауыр дәрежеде болды. Осы
август айына дейін 550-ге дейін пневмония тіркелді ғой. Соның ішінде көбісі ауруханада жатып ем қабылдады. Біздің дәрігерлер ғашықтықта кеңес беріп отырды. Барлық науқастарға мейіргерлер қоңырау шалып, жағдайларын біліп, созылмалы бар ауруларға қоңырау шалып, аурудың алдын алу мақсатында барлығы қоңырау шалып отырды. Адамдардың өздеріне осы, яғни ауруға сенімсіздіктерін қаншалықты байқадыңыздар сол кезде? Ол кезде негізінде 80% науқастар сенбеді ғой бұл аурудың келгенін. Ешқайсы профилактикалық гигиена сақтау ережелерін сақтаған жоқ. Адамдар онан кейін қонаққа баруға, тойға баруды тоқтатқан жоқ. Соның арқасында осындай көп аурулар тіркеліп, пневмониялар өлімге алып келді. Осы ауру барысында, яғни адамдардың бойындағы қорқыныш сіздерге қаншалықты сезілді, яғни паникаға ұшырап жатты ғой адамдар. Сондай кездерде сіздер қалай көмек көрсеттіңіздер? Сіздерге немесе керісінше реакция беріп жатты ма олар? Жоқ, біз оларды барынша успокаивать еттік, қорықпауға шақырдық, өзін-өзі ұстауға шақырдық. Если осы алдын алу шараларын бәрін қолданған жағдайда оларда барлығы жақсы болатынына сендірдік. Дәріні халықты дәрімен қамтамасыз ету, тегін қамтамасыз етуде бізде арнайы бұйрық бар, 666. Кейін ол өзгерді, өз орнына қайта, яғни коронавирус инфекция келіп қосылды. Коронавирусты емдейтін дәрілер де қосымша тағайындалып жатты. Сол кезде дәрілердің жеткіліксіздігі болды ма басында? Басында бізде болғанда негізі мынау ривароксабан деп жаңа берілсін деген сияқты, содан сәл таршылықтар туындады, бірақ оның орнына бізде басқа да препараттар болды. Сол дәрілермен беріліп, бәрі қамтамасыз етілді. Ол дәрілер науқастар өздері келіп алып кетті ма? Сіздер жоқ үйге қамтамасыз еттіңіздер? Бәрі үйге, мобильный бригада бар ғой бізде арнайы. Сол топтар үйлерге таратып, дәрілерін уақытылы жеткізіп отырды. Коронавирус инфекциямен тұмау вирусын қалай жатасыздар? Біріншіден эпиданамнез дейміз ғой. Сол эпиданамнезді толық жинап аламыз. Осы соңғы 14 күнде шетелдерге шыққан жоқ па, Өзбекстан, Қырғызстан, Россия, Турция, басқа да елдерге барған жоқ па, және де COVID-19 бен ауырған науқастармен қарым-қатынаста болған жоқ па, үйде ешкім ауырған жоқ па, соның бәрін анықтап, жаңағы алдында пациентке сол сұрақтарымыз қоямыз. Және де бәрі тұмау деп өздері үйде емделіп жатады ғой, сол емделуін тоқтату керек. Дәрігерге, аймақ дәрігеріне жүгіну керек, уақытылы ем алу үшін. Барлық тұмауды біз как COVID-19 деп санау керекпіз. Коронавируспен вирус гриппін, қарапайым тұмау гриппін қалай айырасыздар? Қандай лабораторлы тексерістерден өткізесіздер? Қазірге бірнеше лабораторлық тесттер бар COVID-19-ды анықтау үшін. Ол ИФА метод. Онда жаңағы егерде науқастар ауырып, соған иммунитеті пайда болған жағдайда ИФА методте анықталады. Экспресс-тест методы бар. Ол тез анықталады, экспресс. Және де жаңағы біз алып жүрген күнделікті ПЦР анализіміз COVID-19-ға. Ол қанша күнде дайын болады? Ол сол 1 күн, 2 күн ары кетсе. Жақсы, рахмет. Мынау киіммен сіздің қанша уақыт жүресіз, қанша сағат жүресіз осы киіммен? Бұл киіммен біз мойныңыздың бәрі жабық, көзіңіздің тіпті бірде-бір шашты қабатыңыз ашық көрініп тұрған жоқ сыртқа. 3 сағатқа дейін жаңағы жүреміз осы киіммен. Сосын грязный зонада жаңағы осы киімдердің бәрін тастап, таза киім киіп, чистый зонаға шығамыз. Сосын демаласыздар ма, жоқ қайтадан киіп, қайтадан жұмысқа отырасыздар ма? Демаламыз, егерде пациент болса, мен мергерім рация арқылы шақыртады мені, мен қайтып тазасын киіп, қайтып келіп жұмысқа кірісемін. Бұл әрине қазір коронавирус кішкене басылған кезеңде ғой. Ал өршіп тұрған кезде мүмкіндік болды ма ауыстырудың өзіне, әр 3 сағатты қамтамасыз ету болды ма, болмады ма? Ол болды, себебі жаңағы бізде барлығы бірінші типті костюмде жүрдік. Бірінші кезде жаңағы үлкен кезең осы шілде айларында, маусымда болды ғой жаңағы үлкен кезең толқындар. Сол кезде ауыстырып дежурный врач
кезекті дәрігер бірінші тип киіп ол да кіріп жүрді. мүмкіндік болды ауыстыруға. Мүмкіндік болды ауыстыруға. Отбасыңыз сіздің осы жұмысыңызға қалай қарайды, сізді қолдайды ма, немесе мына вирусты инфекцияны үйге алып келесің деп қорқады ма? Отбасымда мені жолдасым түсінікпен қарады. Бізде қариялар бар, 60-тан асқан. Олар бөлек, 2 бөлмелі үйде оқшаулауда отырды. Мен өзім бөлек болдым. Балаларыңызға қаншалықты қиын болды? Енді қаншалықты қиын болғанда олар ешқайсы білдірген жоқ, но соның өзінде бәріне жүйкесіне әсер етті. Болды ма бір кез қойшы деп тастап кетіп, бала шағаңыздың қасына барып жату? Ондай ой еш уақытта болған жоқ, себебі барлығы ат салысып, осы аурумен күресіп жатқанда біз үйде отырып өзімен өзіміз болу деген ойыма вообще кірген жоқ. Екінші толқын қайталану мүмкін ба? Және ол неге байланысты деп ойлайсыз қайталанса егер? Екінші толқын болуы мүмкін, себебі біздің әлде қазақтарымыз бар, сенбейтін, осы жаңағы айтылып өтіп жатқан ережелерді, профилактикалық ережелерді сақтамайды. Көпшілік жерге барады, жаңағы отырыстарда, тойларда жүреді. Ал екінші толқын басталған жағдайда сіздер дайынсыздар ма сол жұмысқа? Екінші толқын басталған жағдайда біз бәріміз алдыңғы толқын өткеннен кейін көбісі бізге сабақ болды ғой. Сол себептен қазір бәрі дайын, қалай ережелерді сақтау керек, қалай сіз костюмді киіп шешу керек, соның бәрін жатқа біліп, бәрі дайын дейін. Дәрілер толық қамтамасыз етілді. Қазір коронавируске қарсы дәрілеріміз де бар, жаңағы пневмонияға, жаңа коронавирус болғанда бессимптомное течение, енді біз үй жағдайында емдейміз ғой. Ал пневмония болған жағдайда соған жаңа бөлінген дәрілер 666 бұйрыққа қарай бар бәрі. Айтып өтетінім, барлық халыққа балаларыңыз ауырса да, өздеріңіз ауырсаңыздар, біріншіден дене қызуларыңыз 38-39-да көтеріліп жатқан жағдайда ауруханаға келмей, үйлеріңізге дәрігерді, аймақ дәрігерлеріңізді шақырыңыздар, арақашықтықта кеңес алып, үйде ем қабылдаңыздар. Жақсы болмаған жағдайда жедел жәрдем шақыртып, ауруханаға жатып емделуге барлық мүмкіндік бар. Бәрінде аймақ дәрігерінің, мергердің сым тетіктері бар. Сол телефон шалып, звондап, ем қабылдау керек үй жағдайында. Рахмет сізге үлкен, өзіңіздің жұмыс еңбегіңізге сәттілік тілеймін. Халыққа ерінбей еңбек етіп жатқандарыңызға үлкен алғысымды айтамын. Шаршамаңыздар, аман болыңыздар. Ошол бөлмесіндегі медицина қызметкерлер лас аймақтан шыққаннан кейін, яғни науқастарды қабылдап біткеннен кейін, осы жерде өзінің бір реттік қорғаныш киімдерін шешеді. Яғни мына жерде әр себілдер көрсетілген, осы жерден тастайды. Ары қарай мына жақта душевая кабинка және де әжетхана орналасқан, яғни іштегі лас аймақтан таза аймаққа шығуға болмайды. Егер қажеттілік туындап жатқан жағдайда осы жерде арнайы жағдай жасалған. Емханада мұны телефондар көрсетілген, яғни 45-97, 45-54 көрсетілген телефондар бойынша тұрғындар қоңырау шалынады. Дене қызуы жоғары болып, басқа да симптомдар болып жатқан жағдайда осы шағымдарын айтып, қоңырау шалуы керек үйде. Өйткені бізде жәндегі айтылып өткен мобильный бригадалар үйге барып көмек көрсетеді. Ол мобильный бригаданың негізгі қызметтері сол айтылған температура, ОРВИ дейміз, пневмония, коронавирусты инфекция бессимптомны кезінде және де диспансерлік есепте тұратын 65 жастан жоғары тұрғындарға үйге барып көмек көрсету. Егер дәрігер нұсқауымен ПЦР тест алу керек болатын болса, жәнегі көрсеткіштеріне сәйкес барған уақытта сразу уже ПЦР тестін алып, ары қарай емдік іс-шараларын барлығын түсіндіріп, емін беріп, үйге, егер қажет стационар надамы деймізгі, үйге стационар ашу туралы нұсқау беріп, ары қарай уже стационар надамы ашылады.
Коронавирус инфекцияға сәйкес білімдерін жетілдіріп жатсыздар ма? Иә, біз өзіміздегі дәрігерлердің барлығын, жалпы тәжірибелі дәрігерлер жаңа 43 дедік қой, солардың барлығын білімін жетілдіріп жатырмыз. Онымен қоса өзіміздегі медбикелер де оқып жатыр. Оқу оларда қалай болып жатыр? Қазір мектептің бәрі онлайн ғой. Бізде дистанционно оқып жатыр барлығы. Коронавирус инфекция кезінде халыққа тек дәрігерлер ғана емес, сонымен қатар психологтардың да көмегі өте қажет. Себебі осы коронавирус инфекция кезінде халықтың көбісі үрейге, қорқынышқа басым болды. Соның әсерінен халықтың ауырған науқастардың жазылуы, өз орындарына қайта келуі, қайта қалпына келуі қиындыққа соқты. Рас па сол? Иә, бұл жағдай қазақ халқы үшін өте ауыр болды. Бұны басында күрмеуі шешілмеген мәселе деп сенбеушілік танытты бірінші толқында. Әрбір отбасында қаза болып адамдарынан айырылғаннан кейін жаңағы психологқа жүгіну белең алды. Бірінші психологиялық жұмысты біз өзіміздің дәрігерлерден және мейірбикерлерге мотивациялық көмек ретінде психологиялық алдын алу шараларын жүргіздік. Бірінші үрей, қобалжудан бастап гештальт терапия, арт терапия сияқты өзіміздің психологиялық ғылыми жұмыстарымызбен жұмыс жасай бастадық. Және қарапайым халықтарға, әрбір отбасындағы аналарымызға, әкелерімізге психологиялық қолдау көмек көрсетіп отырдық, арақашықтықты сақтай отырып. Және де қазіргі енді екінші толқынға дайынбыз, өйткені адамдардың бәрі сенді, көрді. Өте осы жағдайдан кейін психологиялық дайын деп санаймын. Екінші толқынды болдырмауға болады ма? Екінші толқынды болдырмауға болады, өйткені әрбір азамат өзінің жеке басының гигиенасын сақтап және өзінің отбасын сақтай отырса, екінші толқынды болдырмауға болады. Бірінші толқында көптеген адамдар коронавирус инфекциямен ауырды. Қазіргі күнде сол науқастармен жұмыс қалай болып жатыр? Ол науқастармен жұмыс аймақтық дәрігерлердің рұқсатымен біз арақашықтықта сақтай отырып, жұмыс жасалып жатыр. Одағы ол адамдарда болатын қазіргі таңда қобалжу, үрей, қорқыныш. Тағы мен солай ауырып қалмайын ба деген. Оған психологиялық тұрғыда дайындық жұмыстары жүріліп жатыр. Алдын алу шаралары. Осы қобалжудан, үрейден, психологиялық соққыдан қандай аурулар пайда болуы мүмкін? Бірінші денедегі діріл, тамақтың өзгеруі, жаңағы көп жылау, мазасыздану, өзіне сенбеушілік, және де тағы басқа психологиялық есте сақтауы, зейіні, ойы, қиялы деген сияқты психологиялық жағынан өзгерістер болады. Өтірік емес, коронавирус инфекция көп адамның өмірін алды. Ол адамдар бірі ана, бірі әке, бірі ата, сол үйдің, бірінің әжесі. Сондай жағдайда, қиын жағдайда қандай көмек көрсеттіңіздер? Әлі де көрсетіп келе жатсыздар? Қазіргі таңда бұл жағдай өте күрделі. Бұл жағдайлар үшін алдын алу жұмыстары өте қарқынды жүріп жатыр. Жаңағы анасынан айырылды, әкесінен айырылды, балаларынан айырылды. Соған психологиялық қолдау ретінде әртүрлі өзіміздің методикаларымызды жүргізіп жатырық. Бірінші арт терапия, гештальт терапия және көптеген жұмыстарымыз жүріп, оң нәтиже беріп жатыр. Халықты біз психологқа жіберу қиын болатын. Психологқа бар десең, олардың бойында үрей, мен псих емеспін деген ұғымда болатында. Қазір халықтың көзқарасы өзгерді ма? Қазіргі таңда осы вирустан кейін әрине психологиялық жағы өте әлсіз болғандықтан психологқа жүгіну өте көп болды деп айтсам болады. Өйткені оларда жаңағы мазасыздану көп болды ғой, ұйықтай алмау көп болды, қорқыныш болды. Өзіне сенімсіз болғаннан кейін әрине психологқа жүгіну дәрігердің рұқсатымен көп болды. Халықтың бойында қазір үрей бар, яғни өз бойларынан жоқ ауруды іздеп жатыр. Сол кісілерге не айтасыз? Ол кісілерге айтарым өзіне сенімді болу, жаман ойлардан арылу, біріншіден. Ауру туралы ойламау, жаман ауруларды естімеу, психологиялық жағынан өздеріне кеңес алсын деп айтар едім. Гүлжан Расулқызы, сіздің бар ақпаратыңызға рахмет үлкен. Халықтың психологиясын, яғни өзіне өзі сенімділігін жоғарылатуыңызға үлкен ықпалыңызды қосып жатырсыз. Қоса беріңіз. Бірге осы ауруды жеңіп шығайық. Рахмет.
Коронавирустың бірінші толқынында жұмыс қалай болды? Күндігінде қанша адам қабылдадыңыз? Күндігіне біз 130-150 адамға дейін қабылдадық. Тек қана өкпе, кеуде қуысының органдарын түсіріп. Және оның ішінде 40-50 адамда пневмония анықталып отырды. Қалғандарында пневмония анықталған жоқ. Оларда мынау халықтың бәрі шулап жүргеннен кейін оларда үрей болды. Бізде ауырып қалған жоқпыз ба деп. Сөйтіп оларда түсіп отырды. Ал негізінде сіздер тек дәрігердің жолдамасымен ғана түсесіздер ғой? Әрине, біз жолдамасыз түсірмейміз. Жақсы, рахмет ақпаратыңыз үшін. Ауырмаңыз, халық үшін ерінбей еңбек етіп жатсыз, соның жемісін көріңіз. Ауырмасын бастысы науқастар, адамдар ауырмасын, сіз де ауырмаңыз. Рахмет. Халыққа айтатынымыз сақтық шараларының барлығын сақтап, күнделікті өздеріңізге денсаулықтарыңызға бекем болуларыңызды сұранамыз. Екінші толқынның алдын алу осы халықтың жұмыла жасалған алдын алу шараларының алдында жеңеміз деп сенеміз. Барлықтарыңызға рахмет. Емхананың жұмысымен толық таныстық. Толқынға дайын. Бірақ екінші толқынның қайталанбасы сізбен бізге байланысты. Сақ болайық.